10 күнге арналған таңғы ас. Бірінші күні жұмыртқа мен нанды осылай араластырып, қызартып қуырып алдым. Екінші күні овсяная каша. Балалар аса ұната бермейді, алайда аптасына 1-2 рет жеп тұрамыз. Үшінші күні жұмыртқаны қуырып, нанның ортасына салып, сыр мен помидорды салып, осылай ерекше екшетті қыттырлақ тойымды бутерброд жасадым. Төртінші күні холодильникте не бар, соның барлығын алып, осылай қызартып қуырып, жұмыртқаны салып, қақпағын жауып, 2 минуттан кейін бетінен сырды салдым. Ерекше тамақ болып шықты. Бесінші күні әрине балалардың қалауымен колбаса, сыр, помидор, капустаны салып, үй жағдайында чизбургер или гамбургер осыны жасадым. Мынау пеш деген маған жақсы болды. Жұмысымды жеңілдетеді, әрі тойымды қыттырлақ таңғы ас дайындап береді. Алтыншы күні колбасаны қуырып, жұмыртқаны үстінен құйып, бұқтырып, қақпағын жауып қойдым. 2 минутта дайын болды. Жетінші күні тағы да бутерброд балалардың сұрауымен күнде жасап берсең, күнде жей береді ғой. Осы жолы ішіне сырды көбірек қостым және огурцы да салдым. Сегізінші күні лаваштың ішіне сырды салып, жұмыртқаға араластырып, қызып тұрған майға қуырып алдым. Тоғызыншы күні кешегіден қалған лаваштан ортасына колбаса, сыр салып, кішкентай донер жасадым. Оныншы күні жұмыртқа, колбаса, помидорды араластырып, омлет жасадым, ортасына сырды салдым. Мына видеодан кейін таңғы асқа сыр мен жұмыртқа болмаса не жейді екенбіз деп ойланып қалдым.